Павлодарда рухани келісім күніне арналған шығармашылық фестиваль өтті. Шара облыстық ақпарат және қоғамдық даму басқармасының ұйымдастыруымен жүзеге асты. Осымен 5 жыл қатарынан өткізіліп келе жатқан дәстүрлі фестивальға өңіріміздегі діни конфессиялардың өкілдері, Қазақстан Халқы Ассамблеясының мүшелері, зиялы қауым мен талантты жастар атсалысты. Рухани жиынның басты мақсаты елдегі бірлік пен бейбітшілікті сақтап, өзара түсіністікті дамыту. Облыста 13 конфессия болса, соның қазір 12-сі осы жерде қатысады, осы жерде соның өкілдері осы жерде өздерінің өнерлерін көрсетеді. Конфессияаралық келісім ең алдымен ол енді әрине диалогтың құру аясында негізінде ғана құрылады. Одан басқа әртүрлі жағдай өзі спорттық шаралар, осындай шығармашылық шараларды кеңірек көбірек өткізетін болса, әрине біздің мақсатымыз оларды бір-біріне жақындату, түсіністікті нығайту. Өйткені әрбір конфессиядан айырмашылықтар өте көп. Біздің мақсатымыз оларды араларында шиеленіс болмаудыру және де олардың түсіністікті нығайту болады. Рухани келісім күні татулықтың бастауы. 1992 жылдан бері мерекеленетін атаулы күннің маңызы зор. Өйткені 17 конфессия мен 140 ұлт өкілі тұратын еліміз үшін рухани келісім, тұрақтылық пен татулықтың орны бөлек. Рухани келісім күні қақтығыстар мен жанжалдарға тоқтам салу, жақынға қайырымдылық және көмек күні. Осымен 26 рет елімізде аталып өтіп отырған бұл күн негізінен тәуелсіз Қазақстанның алғашқы белгіленген мерекесі. Бізде Қазақстанда тұрып жатқан барлық ұлт адамдарына, ұлт өкілдеріне біз құрметпен қараймыз. Және де мына ислам діні де соған шақырады. Мына өзіміздің осы Қазақстанда тұрып жатқан басқа да дін өкілдеріне, басқа да ұлт адамдарға құрметпенен қарап, адам былай айтқанда қарым-қатынаста болуды шақырады. Мына өзіміздің шариғатымызда да мына Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассаламда мына бізді ислам дінді тарқатқан уақытта, мына уағыздаған уақытта, насихаттаған уақытта даналықпенен, кішіпейілдікпенен, жаңағыдай көркем мінезбенен тарқатыңыздар дейді. Мінекей сондай бір ниетпенен осындай бүгін күні мына біздің Павлодар облысы бойынша рухани келісім күніне арнап осындай кеш ұйымдастырып жатыр. Негізі дінімізде мына рухани дейміз, мәдени дейміз шаралар егерде шариғатқа қайшы келмейтін болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисіне, мына Құранға қарсы келмейтін болса, оны біз ұстануымызға болады. Мысалы ретінде мына патриоттық әндер, жаңағындай жыр, мына жалпы жақсылықты былай айтқанда айтатын, мына былай айтқанда әділдікті, мейірімділікті былай айтқанда уағыздайтын әндер болатын болса, үлкенді сыйлайтын, кішілерге мейірімдік көрсететіндей патриоттық әндер болатын болса, оның былай айтқанда ешқандай да дінге қайшылығы болмайтын болса, оны біз былай айтқанда қолдануымызға болады. Сондықтан сондай бір ниетпенен бүгінгі күні мына басқа да ұлт өкілдеріменен, басқа да дін өкілдеріменен сондай бір жаңағыдай рухани бір былай айтқанда келісім күніне арнайы кеш ұйымдастырып жатырмыз. Оның ең бірінші мақсатымыз ол біздің Қазақстанымызда береке бірлікті нығайту басты мақсат. Фестивальге қатысқан мұсылман жамағатының өкілдері терең философиялық имани мазмұндағы шығармаларды орындады. Мәшһүр Жүсіп орталық мешітінің келушілері атынан Мүфтан Ғұбайдолла, Оразбек Бақытхан, Мирхат Жұматайлар абай әндерін Майлықожаның термесін орындап, ән мен күйден шашу шашты. Мәшһүр мешітінің жамағатының атынан келіп отқан жайым бар. Және де бүгін өте керемет бір шара болып жатыр. Әнім мағынасы бір Аллаға шүкір әні. Бұл не себептен айттым? Өйткені көп жастарды, көп жамағатты, көп адамдарды шүкіршілікке шақыру ниетімен айтқан жайым бар бұл. Шарада православиялық шіркеу атынан Павлодар қаласының Благовещенский кафедралды соборының хоры мейірімділік пен қайырымдылыққа шақыратын әндерді орындады.
Рухани жиында Украин грек-католик 7-ші күн адвентистері, евангелдік христиан баптистердің, Кришна санасы қоғамының, шындық надежда методистік шіркеуінің атынан шығармашылық ұжымдар қызықты, мағынасы терең өнер көрсетті. Наша постановка, она символична. Біздің қойылымымыз символдық, яғни Христостың қара күштермен айқасып, жеңуін және адамдарды құтқаруын бейнелейді. Мұндағы крест Христостың керілген кресін бейнелейді, ал қызыл алаулы мата бізді құтқару үшін төгілген қанның белгісі. Красная – это кровь его, которая пролилась за нас, чтобы мы имели спасение. Демократиялық зайырлы мемлекет ретінде орныққан елімізде діни сенім бостандығы әрбір адамның дін таңдау құқын өзіне береді. Ең бастысы, ол адамдардың тағдырын талқыға салып, мемлекеттік саясатқа қарсы қоймауы керек. Жиынға атсалысқан діни конфессия өкілдері оны жақсы түсінеді. Қазақстандағы бейбіт өмір мен берекелі тұрмысты бағалайтын Головчуктер отбасы да жақсылыққа жаны құштар жандар. Аталған рухани жиында олар өз өнерлерін ортаға салды. Мы пришли с украинской церкви. Біз Украин шіркеуінен келдік. Бүгінгі кеште екі ән орындадық. Біріншісі біздің отанымыз Украина жайлы, Украин тіліндегі ән. Ал екіншісі Қазақстан туралы. Ол да біздің отанымыз. Елбасының арқасында Қазақстанның барлық халқы бейбітшілікте, бірлікте өмір сүріп жатыр. И разные народы живут в мире. Қазіргі таңда елімізде мешіт шіркеу ғибадатханалардың саны 3541-ге жетсе, 3720 діни бірлестік бар екен. Осылайша Қазақстан барша әлемге ұлттар мен түрлі діни көзқарастағы адамдар арасындағы достық, келісім мен бейбітшіліктің үздік үлгісін көрсетіп отыр. Фестиваль соңында шараға қатысушылар, діни конфессиялар көшбасшылары мен дін қызметкерлері марапатталды.